Зейнетақы мәселесі кез келген жастағы азаматтардың қызығушылығын тудыратын сұрақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің кеңейтілген отырысында зейнетақы қорынан 1,5 триллион теңге алу жөнінде тапсырма берген болатын. Аталған соманың 500 миллиарды шетел валютасын конвертациялауға, 600 миллиарды экономиканы қаржыландыру үшін банктер мен ұлттық холдингтердің облигацияларын алуға бөлінеді деп жоспарлануда. Қаржы қызметін тұтынушылар одағының төрағасы Айдар Әлібаевтың сөзінше, бұл халықтың ақшасы, сондықтан атылмыш жаңашылдықтардың тек жағымсыз жағын ғана көріп отыр. Здесь, когда наш президент заявляет, что часть, кроме мною названных, там уже меньшими суммами, 50-60. Бұл ақша алдымен халықтікі. Егер кезінде халық бюджет ақшасының ұрланғандығына мән бермеген болса, бұл жолы болашақта зейнетақы қорының ақшасы ұрланды деген хабар шығатын болса, адамдар жаппай көтеріліске шығатын болады. Ал қала тұрғындары елде орын алған бұл жаңашылдықтар жайында өз ойларын білдірді. Если в дело они будут использоваться, почему же? Чем они будут лежать без движения? Нет, я считаю, что, конечно, нужно все делать, что как руководство, но им виднее, все это, все нормально, все правильно, в правильную сторону все это идет. Они разворовали там все. Слышали, сколько они разворовали? По 73 миллиарда денег поразворовали. Это Ахметов. Сколько их таких лезут к этой кормушке, все разворовали. У них у бедных денег нет. Денег полно, но сюда еще. Осылайша қарапайым халықтың жылдар бойы тапқан адал ақшасы инфрақұрылыс объекттерін тездетіп аяқтауға, шағын және орта бизнесті қолдауға, тұрғындарды жұмыспен қамтуға жұмсалмақ.